Саламатсыңдар ма оқушылар? Сендермен бірге ақын апайларың. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы түргеш қағанаты. Жалпы оқушылар, түргеш қағанаты тарихта батыс түрік қағанатының орнына құрылған мемлекет. Түргеш қағанатының хронологиясы 704-756 жылдар. Түргеш қағанаты жалпы тарихта аз ғана өмір сүрсе де, бірақ өздерінің тарихында қазақ елінің тарихында үлкен орны бар мемлекеттердің бірі болған, қағанаттардың бірі болған. Жалпы осы түргеш қағанатына қатысты біздің кітапта, мектеп баспасында бір қате сұрақ бар. Сол сұраққа мән беріңдер ұбт-да. Ол сұрақ ұлттық тестілеу орталығында да бекітілген. Енді осы қате сұрақты сендерге қазір оқимын. 6 ғасырда батыс түрік қағанатының құрамында болған тайпа ол түргештер. Негізі шын мәнінде 6 ғасырда түргештер өмір сүрген жоқ. Енді 6 ғасырда негізінде түрік қағанаты өмір сүрген болатын. Оқушылар жалпы түсініңдер қателікті. Келесі біздегі сұрақ: 704 жылға дейін батыс түрік қағанатының құрамында ең көп тайпа болып өмір сүрген. Оның жауабы түргештер. Келесі біздегі сұрақ: батыс түрік қағанатының орнына келген тайпа тарихта ол түргештер. Түргештер батыс түрік қағанатының құрамында саны жағынан ең көп тайпалардың бірі болған. Келесі сұрақ: түргештер екіге бөлінді: сары, қара. Түргештер бөлінген топтар шулық, ілелік. Шу бойында тұратын түргештер бұл сары түргештер деп аталды, ал іле бойында тұратын түргештер ол қара түргештер. Мысалы, бізде Билайн бар, осы Билайн сияқты қылып жаттасаңдар болады: сары түргеш және қара түргеш деп. Енді оқушылар, түрік кестеде тұр, барлығы түрік қағанаты, түрік қағанатынан кейін батыс түрік қағанаты құрылады. Бір тармағында түргеш қағанаты, одан кейін қарлұқ, қарахан. Ал келесі түрік қағанатының тармағында бұл шығыс түрік қағанаты, ұйғыр қағанаты болып кете береді екен. Мына жерде түргеш қағанатының жалпы аумағы картасын көрсеңдер болады. Енді біздегі келесі сұрақ: 7 ғасырдың соңында түркілердің Қытайға қарсы күресі осы тайпалардың күшеюіне әкелді, яғни ол түргеш тайпаларының. 704 жылы Жетісуда өз саяси үстемдігін орнатты. Жауабы түргештер. Мысалы, біз өткен сабақта жалпы осы батыс түрік қағанатын айтқан кезде, осы Жетісу аймағында біз батыс түрік қағанаты өмір сүрді дедік, батыс түрік қағанатының тарихында. Ал енді мынау 8 ғасырдың басында бұл аумақта түргештер өмір сүрген екен. 8 ғасырдың басында түргеш қағанатының құрылуына жол ашқан оқиға үшліктің Қытайлармен күресте жеңіске жетуі. Үшлік деген оқушылар бұл түргештердің негізін қалаған қаған болып саналады. Түргештер әулетінің негізін қалады. Жауабы үшлік қаған. Түргеш қағанаты мемлекеттік, әкімшілік, әскери және мәдени дәстүрлерін жалғастырды. Бұл батыс түрік қағандарының. Яғни батыс түрік қағанатынан бұлар үлгі өнеге алады, себебі бұлар батыс түрік қағанатының орнына құрылған. Келесі сұрақ: үшлік қаған түргеш елін бөлді. Жауабы оның 20 әкімшілік аймаққа. Енді келесі сұрақ бізде: үшлік қаған өзінің негізгі тайпаларын бөлді 2 ордаға. Орда дегеніміз оқушылар Астана. Мысалы, бізде қазір елдің, мысалы Қазақстанның жүрегін біз не деп айтамыз? Астана қаласы дейміз. Тура сол сияқты қаған отыратын аумақты біз орда деп айтады екенбіз сол заманда. Келесі біздегі сұрақ: үшлік қағанның үлкен ордасы орналасқан қала ол Суяб қаласы, яғни бұл аумақта сары түргештер өмір сүрген. Ал үшлік қағанның кіші ордасы орналасқан қала ол жауабы Күнгіт. Ал Күнгітте бұл аумақтарда қара түргештер мекендеген екен. Келесі біздегі сұрақ: түргеш қағанатының негізгі жер аумағы ол Жетісу. Жетісу, мысалы, Алматы, Талдықорған, Тараз. Міне нағыз Қазақстан ең керемет шұрайлы, табиғаты керемет аумақтар. Осы аумақтарда түргеш қағанаты өмір сүрген екен 8 ғасырда. Келесі біздегі сұрақтар: түргеш қағанаты тарихындағы әйгілі билеушілер ол үшлік және де сұлық қаған, немесе сұлық қағанның екінші атауы оқушылар ол сұлу қаған. Түргештер нығайып Жетісудағы ең қуатты мемлекетке айналды. Жауабы үшлік қаған мен сұлу қағанның тұсында. Түргештердің жалпы соғыстары туралы айтамыз. Түргештер алдағы уақытта мынау арабтармен қиян кескі соғыстар жүргізеді. Осы сендерде ұбт-да сұрайды. 7 ғасырдың екінші жартысында Орта Азияға басқыншылық жорықтарын бастады. Жауабы ол арабтар.
Түргеш мемлекеті құрылған кезінен бастап оңтүстік батыста қиян-кескі күрес жүргізді арабтармен. Енді келесі біздегі сұрақтар: Үшлік қаған 706 жылы араб әскерлерімен күрес жүргізіп жатқан кімдерге көмек беруге тырысты? Жауабы: соғдыларға. Оқушылар, соғдылар дегеніміз ол бүгінгі Өзбекстан халқын айтамыз. Яғни Өзбекстан жеріндегі ел, халықтар ол кезде соғдылар деп айтылған. Яғни ол бүгінгі өзбектер екен. Келесі біздегі сұрақ: түркі соғды одағының біріккен күштері араб әскерлеріне айтарлықтай соққы берген жер бұл Бұхара түбінде. Енді бұл соғыс негізінен ұзаққа бармайды, себебі араб қолбасшысы Құтайба ибн Мүслім осы одақтастар арасындағы келіспеушілікті пайдалана біледі осы кезде. Сөйтіп Орта Азия жерін осы мынау араб қолбасшысы басып алады екен. Келесі біздегі сұрақ: Түргеш қағанатының ішкі сыртқы саяси жағдайының шиеленісіп тұрған кезінде билікке келген қаған ол Сұлу қаған. Түргеш қағандығына оңтүстік батыстан қауіп төндірген мемлекет ол әрине арабтар болатын. Енді келесі біздегі сұрақ: түргештерге оңтүстік шығыстан қауіп төндірген ел ол Қытай. Түргештерге шығыстан қауіп төндірген ел ол Шығыс түрік қағанаты болады. Келесі біздегі сұрақтар: Түргеш қағандығының тәуелсіздігі үшін үш жақты күрес жүргізген қаған ол Сұлу қаған. Яғни үш елмен не істейді? Бұл мынау Түргеш қағанатын сақтау үшін күрес жүргізген. Түргеш қағанатында сыртқы басқыншылармен белсенді күрес қай қағанның есімімен байланысты? Бұл әрине Сұлу қағанның есімімен байланысты. Түргештер осы қағанның келуімен қайта күшейді. Оның жауабы Сұлу қаған болады. Енді Сұлу қаған 715-738 жылдары билікке келгеннен кейін қайта күшейген ел әрине ол Түргеш қағандығы. Келесі біздегі сұрақ: Сұлықтың дипломатиялық және әскери шаралары қай мемлекет тарапынан төнген қауіптің алдын алды? Яғни Қытайлардан. Бұлар Қытайлардың жаңағыдай түргештермен арасындағы жаңағыдай соғыстарды бәсеңсітіп, екі елдің арасын жағдайын жақсарту мақсатында бұл Сұлық қаған осы Қытайлардан қыз алған, яғни құдалас болған. Келесі біздегі сұрақ: арабтардың жеріндегі және оның соғдыдағы иеліктеріне қауіп төндірген билеуші ол Сұлу қаған. Сұлу қағанның ордасы көшірілген қала ол Тараз. Жаңа біз сабақтың басында екі ордасын айтқан едік. Енді ол ордадан ауысып Таразға ауысады екен. Келесі біздегі сұрақ: Сұлық қаған арабтарға қарсы батыл қимылдаған үшін оған қойылған лақап ол Абу Музахим, яғни арабшадан аударғанда ол сүзеген, мүйізді қаған деп саналады. Келесі біздегі сұрақ: Сұлық қаған қаза болғаннан кейін Жетісу аймағына басқыншылық саясатын қайта бастаған мемлекет ол Қытай империясы. Келесі біздегі сұрақ: 740 жылы Таразды басып тонаған және түргештердің орталығы Суябты қиратқан ел ол Қытай әскерлері. Енді оқушылар, Түргеш қағанатының жалпы қағандарын айтатын болсақ, ең мықты қағандары бұл Үшлік қаған болған, және де Сұлу немесе Сұлық қаған болған. Және де Сақал қаған бұл Үшлік қағанның баласы, ал Сұлық қағанның баласы ол Тұқарсан Құтжар қаған болған. Олар енді әкелер сияқты аса атақты қағандар болмаған. Енді бізде оқушылар Атлақ шайқасы деген бар тарихта. Атлақ шайқасы жалпы бұл жерде Қытайларға үш ел қарсы соғысатын болады. Арабтар, түргештер, қарлұқтар осы үшеуі бірігіп 751 жылы осы Тараз маңында соғыс жүргізеді. Біз енді осы Атлақ шайқасы туралы айтатын боламыз. 751 жылы шілдеде араб және Қытай арасында үлкен шайқас өткен жер ол Тараз маңындағы қала Атлақ болатын. Енді 751 жылы 5 күнге созылған Атлақ түбіндегі шайқаста арабтар жағына шыққан тайпалар түргештер мен қарлұқтар. Ал оған дейін түргештер мен жалпы арабтар не болды? Бір-біріне қарсы болды. Себебі арабтар түргештерге мұсылман дінін ұстатуға барынша күш салды. Олар осы Орта Азияға мұсылман дінін тарату мақсатында түргештерге қайта-қайта соққы берген, бірақ ол Сұлу қағанда оның әкесі де ондай оларда жалпы ислам дінін қабылдамаған болатын. Енді қазір сабақтың соңында осы
сұлу қағанның өліміне қатысты бір ақпарат айтатын боламын, оқушылар өте қызық. Келесі біздегі сұрақ: 751 жылы 5 күнге созылған Атлах түбіндегі шайқаста арабтар жағынан шыққан тайпалар ол түргештер мен қарлұқтар. Келесі біздегі сұрақ: Жетісуға Алтай мен Тарбағатайдан қоныс аударған тайпа бұл қарлұқ. 756 жылы түргеш қағанатын құлатып, билікті өз қолына алған тайпа бұл қарлұқ. Енді түргеш қағанатының құлау себептері: Қытай және арабтармен соғыс, шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым, және де қара және сары түркештер арасындағы бітпейтін талас тартыстар. Енді осы жалпы түрік қағанатына қатысты біз бүгін біраз деректер айттық, оқушылар. Атлах түбіндегі шайқастың жалпы түркі халықтарының тағдырында үлкен тарихи маңызы болды. Ол Қытайлар Жетісудан қуылады. Осы біз Атлах шайқасының нәтижесін айтатын болсақ, және де арабтар Орта Азия аумағына шегінді. Осы жалпы Атлах шайқасынан кейін, Атлах түбіндегі шайқастан кейін түркілер арасында ислам діні кеңінен тарай бастаған екен. Енді сөзді шеп осы соңғыны. Жалпы оқушылар сұлық қаған негізінен тәңіршілдікті ұстаған, яғни оның ұстанған діні тәңіршілдік болған. Бірақ уақыт өте келе осы Атлах шайқасынан кейін жалпы түргештер ислам дінін қабылдайды. Енді 738 жылы жалпы сұлық қаған Навакент деген жер бар, Таразға жақын жерде. Осы жерде өледі. Яғни сұлық қағанды өлтірген өзінің жан досы Навакенттің басшысы болған Бағатархан деген адам болған. Сол Бағатархан деген адам мынау сұлық қағанды өзінің досын өлтіреді. Себебі ол сол кезде мынау арабтарға сатылып кеткен болатын. Ал сұлық қағанның діні тәңіршілдік болды. Сол себептен ол арабтардың жаңағыдай бұйрығымен осы сұлық қағанды өлтіруге бұйрық береді Навакенттің басшысы Бағатарханға. Бағатархан мен жаңадегі сұлық қаған екеуі аңға шығады. Аңға шыққан кезде олар бүкіл дерлік киім кешектерін, өзінің жауынгерлерін, қорғаушыларын бәрін тастап кетеді. Осы емін еркін далада сұлық қаған Навакент өңірінде жаңағыдай аң аулап тұрған кезде оның тұтқиылдан, оның арқасынан жаңағыдай садақпен атып, осы сұлық қағанды өзінің жан досы мынау Бағатархан өлтірген екен. Ал енді кейін барып, жалпы осы сұлық қаған өлгеннен кейін осы түргештер әлсірей береді. Сөйтіп тарих сахнасында 756 жылы түрік қағанаты бір жолата құлатылып, оның орнына тарихта қарлұқ қағанаты келеді. Атлах шайқасын жалпы маңызын түсіндіңдер. Енді Жетісудағы соғдылар туралы айтамыз. Соғдыларды мен осыған дейін де айттым, оқушылар сендерге. Олар бүгінгі соғдылар қазіргі Өзбекстан аумағында өмір сүрген дедік. Олардың жалпы негізгі діні оқушылар Будда болған. Ең бірінші өмірге келген мынау әлемдегі ең үш дін бар ғой біздегі: Будда, христиан, ислам. Сол ең үлкен дін, ең бірінші шыққан осы діндері Будда дінін ұстанған екен. Сонымен біздегі соғдыларға қатысты келетін бірінші сұрақ: ОБТ-да 6-8 ғасырларда Жетісуға қоныс аударған тайпа ол соғдылар. Бартольд жалпы соғдылардың қоныс аударуының негізгі себебі ретінде айтады, ол сауданы айтады. Яғни соғдылардың мынау Жетісуға не үшін қоныс аударды дегенде, Бартольдтың айтуы бойынша олар сауда жасау үшін көшкен екен. Келесі біздегі сұрақ: соғдылардың Жетісуға қоныс аударуының екінші себебі соғды еліндегі тап күресі, яғни билеушінің қысымына шыдай алмаған соғдылар, дихандар мен көбестер олар қайда көшеді? Жетісуға көшеді. Бұл оқушылар соғдылардың екінші себебі Жетісу аумағына көшудегі. Келесі біздегі сұрақ: соғдылардың Жетісуға көшуінің үшінші себебі Орта Азияны арабтардың жаулау әрекетіне байланысты. Келесі біздегі сұрақ: 7-8 ғасырда Жетісуға қоныс аударуы егіншілік пен қалам мәдениеті тарихында елеулі із қалдырған тайпа ол соғдылар. Келесі біздегі сұрақ: оқушылар, соғдылықтардың ішінде түрікше сөйлемейтіні жоқ деп жазған ғалым ол Махмуд Қашғари. Яғни соғдылардың барлығы түрік тілін жетік жақсы білген екен оқушылар. Келесі біздегі сұрақ: түркіленген иран тілдес орта ғасырлық тайпа ол соғдылар. Яғни олар түркіленген иран тілдес халық болған.
Келесі біздегі сұрақ: соғдылар мен түріктердің әдет ғұрпы, тілі, киім кию салты бір-біріне өте ұқсас деп айтқан тарихшы ол Махмуд Қашғари. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар.